Деформация – дененің пішіні мен өлшемдерінің өзгеруі. Ол екіге бөлінеді: пластикалық және серпімді. Пластикалық күш әрекеті тоқтағаннан кейін дене өзінің бастапқы пішіні мен өлшемін өзгертеді. Бұған мысал ретінде пластилин, сазбалшық сымды айтуға болады. Яғни бұлар күш әрекетін тоқтатқаннан кейін сол күйде қалып қояды, сол пішінде. Серпімдігі мысал ретінде доп, серіппе, резеңкелерді айтуға болады. Бұл күш әрекет тоқтағаннан кейін бұл денелер өзінің өлшемі мен пішінін қалпына келтіреді. Яғни допты тепсек орнына келеді пішіні. Мына серіппені созсақ жібергенде ол орнына келеді. Резеңкеде дәл солай. Күш тоқтағаннан кейін ол өзінің пішінін, көлемін, өлшемдерін қалпына келтіреді.